Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін жасымықтан жасалатын, өте тез дайын болатын, өте дәмді әрі пайдалы сорпа жасаймыз. Бізге керегі бір кесе жасымық, жарты болгар бұрышы, бір қызанақ, орташа пияз, бір орташа картоп, бір сәбіздің жартысы, сосын асқабақ. Асқабақтың көлемі енді сәбізден 2 есе үлкен болу керек. Біз жарты сәбіз алатын болсақ, ол бір сәбіздей болады. Үлкендігі. Сосын орташа сарымсақтың бір ғана бөлігі. Пиязды тураймыз да, оны бұрыштап, тұздап, маринадтап қоямыз, қақпағын жауып. Маринадталған пияз тамаққа өте жақсы, хош иіспен жақсы дәм береді. Картопты 4 бұрышты пішінде уақтап тураймыз да, суға салып қоямыз. Сәбізді, болгар бұрышын, қызанақты, әрі асқабақты кіші-кіші пішінде турап, бөлек-бөлек ыдыстарға салып қоямыз. Осы аталған көкөністердің мөлшері 1,5 литр сорпаға есептелген. 1,5 литр суды мөлшерлеп алып, оны отқа қойып қайната береміз. Ал жасымықтың өзін бірнеше рет суға шайып, тазалап дайындап қоямыз. Сорпаны пісіретін ыдысымыздың астына 1-2-3 ас қасық сұйық май құйып, қыздырып аламыз да, маринадталып тұрған пиязды салып қуырамыз. Оған сәбізді қосамыз, сосын сәл қуырғаннан кейін болгар бұрышын қосамыз. Барлығын аздап қуырып аламыз. Осының үстіне қызанақты қосып, оны да сәл қуырып аламыз. Бөлек ыдыста қайнап тұрған суымызды осының үстіне әкеліп құямыз. Жуып тазартылған жасымықты қайнап жатқан сорпаға саламыз. Картоп пен асқабақты да осы қайнап жатқан сорпаға салып, сорпаның тұзын салып, бұрышын салып, қақпағын жауып қоямыз. 15-20 минуттай қайнау керек. Әбден пісті деген уақытта сарымсақтың бір бөлігін турап салып жібереміз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерден аз-аздан салып, қақпағын жауып қойыңыз 5 минут. Содан кейін сорпаны енді блендермен езгілеу керек болады. Міне өте дәмді, пайдалы сорпамыз дайын болды, жасымықтан жасалған. Жасап көріңіз осы әдіспен. Онша қою да емес, аса сұйық та емес. Витаминдерге өте бай, әрі жеңіл, жасымықтан жасалған сорпамыз дайын болды. Дәмді тамақтардан ләззат алыңыздар. Арнаға тіркеліңіздер. Видео рецепт ұнап жатса лайк баса кетіңіз. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың 90%-ға жуығы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліп, өзіңізге пайдалы, асханаңызда көмекші видеолардан, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер.